Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Қамар Сұлу Ерғалиева және сіздер Сұлу Медик каналындасыздар. Бүгін мен артериялық гиперемия туралы талдайтын боламын, бірақ оны айтпастан бұрын қан айналым жүйесіне қысқаша тоқтала кетейін. Қан айналым жүйесі екіге бөлінеді. Біріншісі орталық, екіншісі шеткі, яғни перифериялық қан айналым жүйесі. Орталық қан айналым жүйесі ол жаңағы жүректен шығатын қан тамырларындағы, мысалы жаңағы аорта дейтін, үлкен қан тамырларындағы қан айналым жүйесі болып табылады. Ал енді шеткері қан айналым жүйесі уже ол шеткері жаңағы тіндерге таралатын, ағзаларға таралатын ұсақ қан тамырларындағы қан айналым жүйесі болып табылады. Енді бұлардың функциясы орталық қан айналым жүйесі ол негізінен қанды орталықтан, яғни үлкен ірі тамырлардан шетке қарай, яғни ұсақ тамырларға айдау болып табылады. Ал енді жаңағы шеткері қан айналым жүйесінің негізгі функциясы ол метаболизм процесі, яғни зат алмасу процесін атқарады, сонымен қатар дене температурасын реттеуге қатысады. Енді артериялық гиперемия дегеніміз не? Артериялық гиперемия дегеніміз ол мәселен жаңа ағзаларға, тіндерге артериялық қан тамыры арқылы қанның өте көп келуінің нәтижесінде пайда болатын қан кернеуін айтамыз. Яғни бір сөзбен айтқанда толыққандылық. Бұл жерде мәселен жаңағы ағзаға артериялық тамыр арқылы қан өте көп келеді, и соның нәтижесінде осында жаңағы ағзаларда орналасқан ұсақ қан тамырлар, мысалы артериолалардың қабырғаларының өте қатты кеңейіп, үлкейіп кетуін айтамыз. Few moments later. Артериялық гиперемияның жалпы негізгі енді белгілерін айтайын. Бірінші белгісі артериолалардың, яғни ұсақ қан тамырлардың кеңеюі болып табылады. Екіншісі сол жердегі көлемнің кішкене үлкеюі, үшіншісі қызару байқалады, және де төртіншісі жергілікті температураның артуы. Яғни именно қай жерде жаңағы артериолалар үлкейді, именно сол жерде температураның артуы байқалады. Енді не үшін артериялық гиперемия болып жатыр? Енді осының себептерін айта кетейін сіздерге. Мысалы, әртүрлі бір жәндіктер шағып алған кезде болуы мүмкін, немесе бір жаңағы вирустар, микробтардың әсерінен, массаждың әсерінен, әртүрлі бір ультракүлгін сәулелердің әсерінен, тіпті жаңағы ыстық температура, суық температура, сонымен қатар мысалы физиологиялық жұмыс атқарғанда, ауыр қол жұмыстарын атқарған кезде болуы мүмкін, және де бір эмоционалдық жағдайларда, мәселен адам бір ашуланған кезде, немесе бір ұялған кездерінде бетіміз қызарып кетеді ғой. И вот осының барлығы да бізде артериялық гиперемияны тудырады. Вот мен патогенезін осылай алдын ала сызып таңдап қойдым. Вот. Енді бізде жаңағы артериола тамырымызға қан өте көп келіп жатыр, Қан өте көп келіп жатқаннан кейін, артериола тамырдың қабырғасы шыдамай, ол не істейді? Өзінің жаңағы тамыр қабырғасын кеңейтеді, яғни тамырдың қабырғасы үлкейіп кетеді осылай. Сосын тамырдың қабырғасы енді үлкейіп кетті. Үлкейгеннен кейін оған келетін қанның көлемі одан әрі артады. Және де қанның келу жылдамдығы тоже одан әрі артып кетеді. Сонымен қатар бұл жерге келетін әртүрлі қоректік өнімдер, оттегілер, осы артериола тамырдан келетін, бұның барлығының да көлемі не істейді? Бұлар да артып кетеді. Вот міне. Сонымен қатар және бұл жердегі ең бастысы жаңағы артериола тамыр қабырғасы үлкейді, жаңағы қан өте көп келді. Сондықтан да бұл жерде не болады? Қысымның да артуы жүреді. Одан кейін бізде қан осы артериоладан ары қарай не істейді? Капиллярға қарай барады. Вот мына капиллярға келді. Бұл жердегі капиллярдың жаңағы функциясы артып кетеді. Сонымен қатар бұл жерде капиллярдың қысымы да артып кетеді, өйткені қан өте көп келіп жатыр капиллярға. Сондықтан да бұл жерде не істейді? Зат алмасу процесінің артуын байқауымызға болады. Яғни бұл жерде мысалы артериоладан капиллярға келген жаңағы әртүрлі оттек өнімдері, қоректік өнімдері, сұйықтықтар, бұның барлығы тіндерге қарай алмасады. Яғни тіндерге өте көп өтеді де, и соның нәтижесінде бізде зат алмасу процесі жоғарылап кетеді. Және де бұл жерде тотығу тоқсану процесінің де артуын байқауымызға болады. Одан кейін бізде жаңа тіндердегі әртүрлі жаңа су-екі өнімдері, газдар, олар бізде жаңа капиллярдан, жаңа тінден капиллярға шығып, одан ары қарай венулаға қарай кетеді. Және бірақ та бұл жерде бізде қысым градиенті деген бар. Яғни қысым градиенті ол осы жаңағы артериола тамырындағы қысым мен венула тамырындағы қысымның екеуінің айырмашылығы болып табылады. Бірақ бұл жерде бізде артериола тамырындағы қысым жоғарыға кетеді, яғни 30 мм сынап бағанасына дейін жетеді. Ал венулада қысым одан аз, яғни 10-15 мм сынап бағанасына дейін жетеді.
сосын қысым градиентінің жаңағы артуын байқауымызға болады. Яғни бұл жерде қан артерияларға өте қарай көп келіп жатыр, иә. Ол ары қарай капиллярға өтіп, капиллярдағы затамосу процестері тоже не істеп жатыр, барлығы артып, функциясы артып жатыр. Бірақ қанның көлемі де, оның жаңағы келу жылдамдығы да барлығы артып кеткеннен кейін, бұл келген жаңағы қанның барлығы ол затамосу процесіне қарай қатыса алмай қалады. Яғни олар шамадан тыс келді. Сондықтан да бізде артериялық қанымыз ары қарай не істейді, ол капиллярға барлығы өтіп үлгермей, толықтай өтіп үлгермейді де, и олар ары қарай не істейді, венулаға қарай өтіп кетеді. Яғни осыны бізде қысым градиент деп атаймыз. Сөйтіп бізде артерия арқылы келген әртүрлі оттек өнімдері, иә, гемоглобинмен байланысқан, оның барлығы негізінде мысалы бізде капиллярдан тінге қарай өту керек болған, бірақ оның барлығы толығымен өтіп үлгермейді. Сондықтан да ол ары қарай не істейді, венулаға қарай өтіп кетеді. Сөйтіп бізде осы венуладағы, яғни венадағы оттегінің жалпы көлемі артуын байқауымызға болады. Бірақ та бұл жерде бізде тіндердің ағзалардың ісінуін байқамаймыз. Себебі бұл жерде осы әртүрлі сұйықтықтар, иә, тіндерге әртүрлі өнімдер, бұлардың барлығы тінге ағзаға жиналып қалмайды. Олардың барлығы не істейді? Лимфа тамырына қарай өтеді. Яғни лимфа ағымы не істейді? Артады. И лимфа ағымы артқаннан кейін олар қарай ағзадағы қан айналымға қарай түседі. Сонымен қатар бізде осы артериялық гиперемияға нерв жүйелері, яғни парасимпатикалық және симпатикалық жүйке жүйелері қатысады. Бұл жерде парасимпатикалық жүйке жүйесі ол вазодилататорлық қызмет атқарады. Яғни ол не істейді? Осы артериола тамырларын, қабырғаларын үлкейтеді, яғни оны кеңейтеді. Және де ол ацетилхолин арқылы іске асады. Ал енді симпатикалық жүйке жүйесі ол керісінше вазоконстрикторлық қызмет атқарады. Яғни олар не істейді? Осы артериола тамырларын, яғни қан тамырларын тарату қызметін атқарады. Бірақ та осы симпатикалық жүйке жүйесі ол жүрек тамырларының, ми тамырларын керісінше кеңейтетін қызмет атқарады. Артериялық гиперемияның физиологиялық және де патологиялық дейтін осындай екі түрлері бар. Физиологиялық түрінің өзін біз екіге бөліп қарастырамыз. Яғни біріншісі ол әртүрлі физикалық жұмыстар атқарған кезде байқалады. Ауыр қол жұмыстарын атқарған кезде гиперемия байқалады. Ал енді екінші түрі ол реактивті түрі болып табылады. Мәселен, қандай да бір ағзаға уақытша қан келмей қалады. Бірақ сол уақыт өтті, уақыт өткеннен кейін не істейді? Қан келеді ғой. Бірақ та қан келген кезде ағза сразу қанға толып кетеді. Ал енді патологиялық түрін айтайық. Патологиялық гиперемия ол енді қандай да бір ауруларға байланысты болып келеді. Оның өзін біз 5-ке бөліп қарастырамыз. Яғни біріншісі ол рефлекторлық түрі, екіншісі нейропаралитикалық, үшіншісі нейротоникалық, төртіншісі миопаралитикалық және бесіншісі аралас. Бірінші түрі ол бізде рефлекторлық түрі. Рефлекторлық түрінің өзі шартты және шартсыз деп бөлінеді. Шартты түрі ол эмоциональды жағдайларға байланысты болады. Мысалы, адам ашуланған кезде, немесе бір қорыққанда, стресс болғанда, ұялғанда, мысалы бетіміз қызарып кетеді ғой. И бұның барлығы бізде шартты түріне жатады. Ал енді шартсыз түрі ол әртүрлі алкогольді ішімдіктерді ішкен кезде байқалуы мүмкін, немесе қандай да бір әртүрлі ауруларға байланысты болып келеді. Енді екінші түрі ол бізде нейропаралитикалық түрі. Бұл кезде симпатикалық жүйке жүйесінің бұзылуы байқалады. Яғни симпатикалық жүйке жүйесі бұзылды, значит не болады? Қан тамырлары тарыла алмай қалады. Керісінше олар кеңейіп кетеді. Ал енді тоникалық түрі ол уже тонусқа байланысты болып келеді. Бұл кезде симпатикалық жүйке жүйесінің тонусы төмендейді, и парасимпатикалық жүйке жүйесінің тонусы керісінше жоғарылайды. Содан парасимпатикалық жүйке жүйесі ол вазодилататорлық қызмет атқарады, яғни қан тамырлары кеңіп кетеді, гиперемия болады. Яғни толыққандылық болады. Төртіншісі уже ол бізде миопаралитикалық түрі. Бұл енді мио дегеннен уже бұл бұлшықетке байланысты болып тұр. Яғни тамыр бұлшықеттері бұл кезде жиырыла алмай қалады. Яғни олар керісінше кеңейіп кетеді. Оған мысалы метаболиттер әсер етуі мүмкін, немесе қабыну медиаторлары әсер етуі мүмкін тамырымызға, мысалы простагландин, серотонин деген секілді. И сол медиаторлардың әсерінен қан тамыры кеңейіп кетеді. Ал енді аралас деген ол осы аралас түрі болып табылады. Осы тақырыпты қорытындылай келе, артериялық гиперемияның енді жағымды және де жағымсыз жақтарын айтайын. Жағымды жақтары
тотығу тоқсан процесі артады, метаболизм процесі артады, ағзаның функциясының жоғарылауы байқалады, және де энергия түзілу тоже жоғарылайды. Ал енді оның жағымсыз жақтары жаңағы ағзаларға, тіндерге қан құю қаупі бар, және де өспесі бар адамдарда жаңағы өспенің ары қарай дамуына алып келеді, және де әртүрлі улы өнімдердің метаболиттердің ағзаға тарауына себепші болады. Few moments later. Егер осы видео сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де комментарий жазып кетіңіздер, және де өзіңіздің медик достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.